Сәлем достар, бүгін сіздермен гата десертінің рецебімен бөлісемін. Бізге керек ұн, сары май, жұмыртқа, қаймақ, қамыр қопсытқыш, ванилин. Електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш, ванилинді араластырып, жұмсақ сары майды қосып, крошка жасаймыз. Жұмыртқаны, қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге керек ұн, қант, сары май, лимон, цедрасы. Барлық ингредиенттерді араластырып, крошка жасаймыз. Міне осындай майда крошка болу керек, салмамыз дайын болды. Қамырды холодильниктен алып, екі бөлікке бөлеміз, бір бөлігін жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне салманы екіге бөліп, бір бөлігін саламыз, үстінен басып шығамыз. Енді рулет ораймыз. Рулет орағанда да қамырымызды нығыздап орауымыз керек. Үстінен оқтаумен жай басып шығамыз. Үстінен жұмыртқа жағамыз. Шанышқының көмегімен осындай узорлар саламыз. Гатаның кесілу жолы осындай, видеода көрсетілгендей үшбұрышты етіп кесеміз. Противенің үстіне пергамент қағазын төсейміз, үстіне печеньеларымызды қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің өте дәмді бакинская гата печеньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Лимон цедрасы ерекше дәм береді. Цедраның орнына грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Ортасын қараңыздар, қандай керемет. Бұл печеньені қонақ күткенде дайындасаңыздар да өте жақсы. Өйткені дастарханның үстінде әдемі болып тұрады. Үйшілеріңізге де барлығына ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.